Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге 100 жаса арнасы. Бүгінгі видеода сарымсақ, яғни чесноктың адам ағзасына тигізетін ерекше қасиеттері туралы айтылмақ. Сарымсақ ең ежелгі көкөністердің бірі болып, ғалымдардың пайымдауынша алғаш рет таулы аймақтарда пайда болған. Бүгінгі күнде әлемнің кез келген түкпірінен сарымсақтың сан алуан түрлерін кездестіруге болады. Сарымсақ өзіне тән ерекше дәмі және ағзаға тигізетін орасан зор қасиеттерінің арқасында адамдар арасында ең сұранысқа ие көкөністердің бірі болып табылады. Бір жылда әлем бойынша 10 миллион тоннадан астам сарымсақ жетілдіріп шығарылады екен. Сарымсақ өндіруден жетекші орын Қытайдың үлесінде. Қытай әлем бойынша сарымсақтың 66%-ын өндіреді екен. Енді сарымсақтың адам ағзасына тигізетін қасиеттеріне тоқталмас бұрын, сізден өтінерім, арнаға қолдау көрсетіп тіркеліп, видеоны соңына дейін тамашалап, өз пікіріңізді міндетті түрде қалдыра отырып, және достарыңыз және жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сарымсақ адам ағзасындағы қанттың мөлшерін реттейді. Ағзада қанттың мөлшерінің артуы қант диабеті, қан қысымы және артық салмақтың артуына душар етеді. Ғалымдар қант диабетімен ауыратындарға тәулігіне 2-3 дана сарымсақты үздіксіз тұтынуға кеңес береді. Сондай-ақ үнді ғалымдарының зерттеуі бойынша әр күні таңғы асқа дейін сарымсақтың 3 данасын үздіксіз қолдану қандағы вирустарды зарарсыздандырып, қанның ұйып қалуын болдырмайды және онкологиялық аурулардың алдын алып, қатерлі ісіктің белсенділігін төмендетеді. Ал сарымсақты езіп, суға араластыра отырып үздіксіз тұтыну арқылы ағзадағы түрлі асқынулардың алдын алып, жүйке жүйесін емдеумен қатар, есте сақтау қабілетін жақсартуға болады. Тәулігіне 1 дана сарымсақты үздіксіз тұтыну арқылы жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алуға болады. Сарымсақ арқылы демікпе, яғни астма және көптеген вирустық аурулардан емделуге болады. Есте сақтаңыз, кез келген ауру белгілері алғаш байқалған сәтте ең бірінші кезекте дәрігерге жүгініп, сарымсақты тұтыну жөнінде кеңес алуды ұмытпаңыз. Сарымсақ құрамы антиоксиданттарға және С витаминіне бай болып, адам ағзасындағы асқынулардың және вирустық аурулардың алдын алатын қасиетке ие. Сондай-ақ тәулігіне 2 немесе 3 дана шикі сарымсақты тұтыну арқылы Альцгеймер және деменция ауруларының алдын алуға болады. Бауырды, өтті тазарту және бауырдың қызметін жақсарту, сондай-ақ ағзадағы холестеринді ыдыратуда да сарымсақтың пайдасы зор. Сарымсақ құрамындағы аминокислоттар ағзада детоксикацияны болдырмайды. Псориазбен ауыратындар сарымсақты жиі тұтыну арқылы аурудың асқынуын бәсеңдетуге болады. Псориаз пайда болу себептері әлі күнге дейін белгісіз, нақты емдеу тәсілдері бүгінгі күнге дейін анықталмаған тері ауруы болып табылады. Сарымсақ ағзаны ультракүлгін сәулелерден қорғап, құрамындағы антиоксиданттар қартаюдың алдын алып, тері клеткаларын әжім түсуден қорғайды. Ол үшін сарымсақты түрлі ас мәзіріңізге қоса отырып, лимон, бал араластырып, жиі тұтынғаныңыз жөн. Ескере кететін жағдай, сарымсақты өз мөлшерінен артық тұтыну, керісінше ішкі органдарға және ағзаға қарсы әсерін тигізеді. Сол себепті арнайы нұсқау бойынша өз орнымен тұтынуды кеңес беремін. Сондай-ақ сарымсақты гипертония, асқазанның ойық жарасы бар, сондай-ақ көз ауруының белгілі түрлерімен ауыратындар қолдануға болмайды. Осымен роликті аяқтаймын. Арнамызда басқа да көптеген денсаулыққа пайдалы видеолармен таныса аласыздар. 100 жасаңыз оқырман. Келесі кездескенше.